Республиканың спорт учреждениелері олсында олғанар спорт школалары Роспотребнадзор чарлан көстігілерге тұдынып тоғын сыққанар. Анаңар спортзалар зарсағым илігілі проценткізі кирілче. Бір спортсменге 4 квадратный метр орын көріліп барған. Но чтобы тоғынаға біздің паспорт коллективного иммунитета полуға керек. А чтобы ол паспорты ид балаға сотрудниктер арасында 80% кем вакцинация ертібізігі керек. И кем бұл қалған жа 6 ай тұстарында ағарғанар. Роспотребнадзорның чарадығылары қайди толдырып жатқандызың республиканың спорт министерствосы пазы орындағы муниципальный путюстердің ұстық бастығылары қайықда тұдырлар. Аның арқакасиядағы спорт учреждениелері бір теңе тоғын полбастыр. Мұнда чоғынжа қайди тарап жатқанның пазы вакцинация қайди ішеткеннің палғалыстық болар. Күресінің боксының пазы іскіркі күрестерінің айғыз жатқанларға ковид-19 прививканы қайдида тұрғыстырырға керектілер. Чуштостарын спортның палғалыстыр салғанларға марғылар қия албаныр. Греко-римский күрес хостера классическая борьба мұны алынды. Новосибирск всероссийский турнир ерткен читер арасында. Но көп қызыспап сандары. Но біздің школының Палтышев Ильяс амды ұтып алған аны. И ам ходедігі по суббота, пятница, суббота, воскресенье, город Северск, Томской области, соревнования иштішілер. И анда семинар болар. Андары планировать получается. Улығмарғылардың арчоқ барғанда ноябрь айының сонзар Кемеров городта олыңы күресші шахтерларының саблынызы турнир ештері. Пертексі Россиядағы күресшілері чылызырлар. Аның Якутскта хазна синендегі марғып болар. Декабрь айда Қызылжарда сабылық тренер Дмитрий Мендешвилінің ғұмыр қызына чарылған Паза Кемеров облысындағы Синеке городта чоныр арызындағы турнирлер көрілчелер. Пер арықы хазналардың да командалар керпаршалар. Андарлызыр үшін спортсменерге қайдида тұрсық темнені паларға керектілче. Альберт Колумаев, Игорь Брюханов хабарларға.